Сәлем достар, сіздермен бірге ерге. Бүгін мен сіздерге қарлығаш туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қазақ халқы қарлығашты кері құс деп санаған. Қарлығаштардың бүкіл өмірі ауада өтеді. Сирек демалатын құстарға жатады. Құстар ұшып жүріп тамақтана береді екен. Қарлығаш сондай мейірімді құс. Егер оның ұясына басқа құстар кіріп кетсе, өздері көшіп кетеді екен. Қарлығаш жыл құстарына жатады. Олар жылына 2 рет балапан шығарады. Балапандары күніне 300 рет тамақтанады. Қарлығаштың ақылдылығы сондай, балаларын қолмен ұясына байлап кетеді екен. Яғни балапандардың қауіпсіздігі үшін ата-бабамыз қарлығаштың ұшуына қарай ауа райын болжап отырған. Егер қарлығаштар төмен бауырлай ұшса, бір шауады деп сенген. Қарлығаштар ұясын саз балшықтан өзінің сілекейін араластырып жасайды. Қарлығаштың ұшу жылдамдығы сағатына 170 километрді құрайды. Олардың аяқтары қысқа болғандықтан жүрістері баяу. Мінекей достар, қарлығаш туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.